Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай 3 бөліктен тұрады. Екі шеті открывание, сол себепті мына жақ стенаға қатқан екен, бұл жақта усиление бар. Сол себепті мына ортаға алда уақытта жабылып ашылған кезде вибрация болмасын деу үшін мынандай ашабырасы қостық. Бұны бір-біріне қостық, су лентасын жасадық. Одан кейін 5 жерінен кем дегенде высотасы енді 2 метр ғой, сол себепті 5 жерінен тартып алдық. Максимально өзіне қысты. Қазір екінші жағын істеп жатырық, тоже қысып. Мына терезенің өзіне жалпы 22 шуруп монтаж жасап жатыр. Қазір жетер. Мына жағына қарасаңыздар 5 шуруп, мына жағынан 7 шуруп, ар жағынан 5 шуруп, астынан 7 шуруп деген сияқты. Осылай 23 шурупты, короче, аяғы жоғынан қой. Максимально бізде монтажымыз сапалы болғаннан кейін біз қорықпай гарантия береміз. Сол себепті осындай әдіспен ашабырасын қосамыз, біле жүріңіздер. Шурупқа попал. Әлихан біліп тұр ойыңыз. Сол жақ не? Өттік. Ағыда емес пе шын? Бетонмен барған шығарсың, до конца бетонмен. Чонжың поворотынан өтті.